Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге керемет дәмді болып шығатын тауықтың етінен жасалатын мантының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл мантының қамыры да өте жұмсақ әрі жұп-жұқа болып әдем болып піседі. Менің каналымда мантының түрлі рецептісі бар. Асқабақпен де, басқа да еттермен де жасалатын, сондықтан міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен қамырымызды илеп қояйық. Жылы суымызға жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жақсылап қамырды илейтін боламыз. Каналымда жаңағы айтып өткендей, мантының түрлі рецептісі бар. Соның ішінде хожелі мантысын қарап шығыңыздар. Өте дәмді, олай да жасауға кеңес берем. Міндетті түрде қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Мінекей қамырымыз дайын. Енді осыны кішкене салафанға салып, 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін салмасын жасаймыз. Тауықтың етінен менде фарш. Оның үстіне пиязымызды, картопымызды салып, жақсылап бұрышымызды, тұзымызды салып, араластырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда мендегі жаңа видеолар шыққан кезде сіз ең бірінші болып көретін боласыз. Мінекей бұрышымызды, тұзымызды өзіміздің қалауымыз бойынша дәміне қарай қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де салмасына 1 немесе 2 қасықтай сұйық май құйып жіберсеңіз, жұмсарып, керемет дәм береді. Мінекей салмамыз дайын, енді қамырымызды жая бастаймыз. Жұқалап, бір тексетіп жайып шығамыз. Осы жерде қамырымның жайылып, кесілген кезі түспей қалыпты. Ол айтпаса да сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Мантыны жасау қамырын толықтай жайып болғаннан кейін осылай 4 бұрыштап кесіп шығамыз. Салмасын мен 1 қасықтан толтырып салып шықтым. Осылай 2 шетін бүгіп, мантыны бүге бастаймыз. Манты пісіретін ыдысымызды жақсылап майлаймыз астын, сосын мантыларымызды қатты жабыстырмай салып шығамыз. Мантының үстін де майлауды ұмытпаңыздар. Манты деген майды өте қатты жақсы көреді, өзіне қатты сіңіріп алады. Үстінде болсын, астында болсын, және көбірек майласаңыздар жұмсарып, әдем болып пісетін болады. Енді суын қайнатып, 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей біздің мантымыз дайын. Дәмді болып шығады, тойымды, қамыры жұмсақ, иісі де керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Қазақша контентті қолдап, маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, лайк басып, комментарий жаза кетсеңіз қуана кетемін. Рахмет, сау болыңыздар.